мал сатушылардың ең үлкен қателігі. Олар ең бірінші пайданы ойлайды. Дұрыс, пайда болмай, оның сен мал еш нәрсе істемейсің, пайдасын барын ойлайсың. Бірінші пайдасы бар ма жоқ па, дұрыс. Бірақ бұл жерде ең үлкен қателік оның шығынын ойламайды да. Пайдасын ғана ойлайды, шығын, оған шығатын шығынын ойламайды. Расход дейді ғой. Мысалы, малшылардың көбінде финансовый жетіспейді, мүлдем жетіспейді. Олар тек мал бағуды білсем болды, ары қарай алып кетем деп ойлайды. Олай емес, заман олай емес. Сен мал бағуды білуің керексің, есепті де білуің керексің. Ең главный нәрсе шығынын есептеуің керексің. Шығыны мен пайдасы теңестіруің керексің. Пайдасы көп па, шығыны көп па? А сен оның тек қана пайдасын көріп, шығынын көрмейтін болсаң, сен тупикке барып тірелесің. Қаншама еңбектің бәрін бір күн аласында лақтырып жібересің. Аласында лақтырып жібересің. Екінші қателік, мемлекет субсидия беріп жатыр екен деп мал ұстауға болмайды. Субсидияға сенбеу керек, былай айтқанда. Сен өзіңнің тәжірибеңе, есебіңе сену керексің. Үшінші қателік, малды ұстамай жатып, адамдар оны қалай сатуды білмейді. Малдың етін сату керек қой. Барлық жерде мал еті сатылып жатыр, мен де сатам деп ойлайды. Олай болмайды. Жақсы, дұрыс сатасың. Егер сен рыноктағы сатылып жатқан бағаның ең төменгісін ұстайтын болсаң, сен сатасың. Бірақ сен пайда көру үшін жақсы бағамен сатуың керексің ғой. Вот. Сен бүткіл расходын жабу үшін жақсы бағамен сатуың керексің ғой. Осы жерде үлкен қателік. Сен сатуды, жақсы бағамен сатуды білуің керексің. Жақсы бағамен сата алмайсың ба? Сен расходын жабатын бағамен сата алмайсың ба? Әрине, оны да есептеу керек. Сен оны есептемесең, оны қымбат бағамен сатам деп малың еті тұрып қалса, ол да болмайды. Ой, өтіп кетсін деп арзан бағамен сатуға да болмайды. Сен есебін білуің керексің. Айналып келгенде не? Финанс. Сен финанс жағын өте жақсы білуің керексің. Любой, барлық бизнесте финанс жағын жақсы білуің керексің. Көпшілігі кез келген бизнесте ұрынып жататын сол. Негізі жылына мыңдаған кәсіпкер кәсібін ашады екен, мыңдаған. Бір жылдың ішінде білесіңдер ме, қанша кәсіп қалады? Бір жылдың ішінде 5-6 кәсіп қалады екен ғой. Сол кәсіп ашқандардың ішінен 5-6 кәсіп қалады екен. 2-3 жылдан кейін 2-3 кәсіп қалады екен, кәсібі қалады екен. Жылда сондай екен, жылда мыңдаған кәсіпкерлер кәсіп ашады. Бірақ жылда сондай мыңдағанның сол 5-6-ауы қалады екен. Бәрі құлап. Неге? Бәрі ойлайды, анау істеп жатыр, мен де істеймін деп ойлайды. Олай емес. Зерттеу жақсы жүріп зерттеуді. Кенелердің заманы келді, кене шықты. Енді бізде жылынып жатыр. Вот, малды дұрыс, малға қажырлы еңбек керек. Бірден сенің еңбегіңді ақтамайды, бірден ақтамайды. Алдым, саттым емес мал. Дұрыс, бір жерден етті алып бір жерде сататын болсаң, ол басқа. Малды өзің ұстап сату, ол басқа. Долгосрочный дейді ғой, оны біраз оны айналдырып, жағдайын жақсартып кету үшін 10 жылдан ары қарай керек қой. Минимум 10 жыл керек. Бұл қорқыту емес, бұл сақтандыру. Осылай. Одан кейін дұрыс қаражатқа қарау керек қой. Бірақ есебін дұрыстап шығару үшін малдың асыл тұқымды мал алған дұрыс. Егер сен асыл тұқымды мал алмай арзанына қарай жүгіретін болсаң, ол ақтау өте қиын. Ақтау деген оны өте қиын болады. Ақтау шынымен өте қиын. Ал породный асыл тұқымды сиыр алсаң, ол
есебінде шығару оңай, сосын ақтау жағынан келгенде сенімдірек болады. Біз арзанға жүгіреміз. Сосын оны көтерем, семіртем де алам дегенше, ол тағы да оны туғызам дейсің, одан жақсы тұқым тумайды. Сөйтіп ырың жырың болып кетеді ғой, әйтеуір. Асыл тұқым болмаса, ырың жырың болып кетеді шынымен. Ақшаң болса аз-аздан ал. 2 сиыр ал, сүтті сиыр. 30 литрден береді. 2 сиыр ал, 10 сиыр керек емес. 2 сиырдан басташы. Сосын бұқаны қазір қолмен қашыру бармыз. Сондай сүтті сиырмен істеген біз тағы сүтті бұқадан қашыр тұқым ал. Ал ет жағынан көрсетсең, бұл аңгуз, ақбас, сементал, әулиекөл де жақсы. Соларды ал. Енді ақшаңа қарасайшы. Сен 10 анандай алғаннан гөрі 5 асыл тұқымнан ал. 10 алғанша, 20 алғанша анадан 5 асыл тұқымаш. 20 анадан 20 алғанша 5 асыл тұқымаш. Соның өсіп шайқайды кішкене біраз. Содан үйренесің, тәжірибе жинайсың деген сияқты. Сол тәжірибе жинайсың демекші, бірден көп жаңадан бастап атсаңдар, бірден барып, жаңадан бастамасаң да, малшы болсаң да, енді кәсіп қылғың келетін болса, бірден көпке кірмеу керек. Жай-жайдан бастап, сатып, ұстап, айналдырып, есебін шығарып, сосын жай-жайдан. Осылай болмаса, жоқ, бірден бастадым, пайда таптым болмайды.